Менің аты жөнім Сейдуллаева Сымбат, Сапарғалиев атындағы орта мектебінің 9 сынып оқушысы боламын. Бүгінгі ғылыми жобаның тақырыбы Қазақстанның 7 кереметі. Ғылыми жобаның мақсаты өскелең ұрпаққа туған өлкенің керемет жерлерін насихаттау, адамзат бойынша әсемдікке, табиғатқа деген сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру. Ғылыми жобаның өзектілігі біздің ұлан байтақ елімізде де керемет жерлер аз емес. Олардың ішінен Қазақстанның 7 кереметін ерекше алып қарастыруға болады. Алайда көпшілік ол жерлер туралы біле бермейді. Біз өзіміздің туған жеріміздің қандай керемет екенін бағалай білсек, онда отандық ішкі және сыртқы туризмді дамытуға үлкен үлесімізді қосар едік. Ал ғылыми жобамыздың гипотезасы Маңғыстау мешіті мен қазіргі кездегі Қожа Ахмет Яссауидің тарихи дәрежелерінің бір екендігі. Әлемнің 7 кереметі. Олар Мысыр пирамидалары, Бабылдың аспалы бағы, Эфестегі Артемида ғимараты, Олимпиададағы Зевстің мүсіні, Галикарнастағы Мавсыл патшасының табытханасы, Жерорта теңізінің Родос аралығындағы күн құдайы Родос алабы, Александрия шамшырағы болып табылады. Ал қазіргі кезде 7 саны әлемге қазақтардың киелі саны болып саналады. Біз 7 санын көптеген жерлерден ести береміз. Мысалы, 7 нан, 7 атаға дейін құда алыспаған дейді. Қазірде әлем бойынша 25 мыңнан астам әдемі керемет жерлер бар. Соның 7-еуі Қазақстанның 7 кереметі деп саналады. Оларға тоқталып кететін болсақ, таңбалы тас суреттері, алтын адам, қазақтың киіз үйі, домбыра, Яссауи кесенесі, Маңғыстау жерасты мешіті, Астана бәйтерек. Мына суреттен де көруге болады. Мынау таңбалы тас суреті, киіз үй, алтын адам, Астана бәйтерек монументі, домбыра, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі және де Маңғыстау жерасты мешіті. Маңғыстау жерасты мешітіне тоқталатын болсақ, оны басқаша Бекет ата жерасты мешіті деп те атайды. Бекет ата жерасты мешіті 18 ғасырдағы сәулет өнерінің бір көркем ескерткіші болып саналады. Бекет ата тек діни адам болған емес, ол математика және физика ғылымдарына үлкен үлесін қосқан. 40 жастан бастап ұстаздық етеді, шәкірттері болады. Бұл Бекет ата көптеген адамдарды емдейді. Және де Бекет атаның құрметіне мешіттер салынған. Олар қазірде адамдар Бекет атаны құрметтеп, сол мешітке сыйынуға барады. Міне сол Бекет ата мешіті. Және де келесі 7 кереметтің бірі ол алтын адам. Алтын адам көріп тұрғаныңыздай қазақ халқының батырының бірі болған. Найзалары, қару-жарақтары көп. 1970 жылы Есіқорған қаласынан табылған жәдігер, қымбат жәдігер болып саналады. Әртүрлі алтын ою-өрнектен жасалған заттар көруге болады. Келесі ол Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Қазақстанның 7 кереметіне ежелден-ақ жер жарған Түркістан қаласында орналасқан. Түркістан Орта Азия мен Қазақстан халықтарының материалдық және рухани өмірінде маңызды рөл атқарған. Түркістан қаласында орналасқан орта ғасырдан қалған көгілдір күмбезді ғаламат ғимарат Ахмет Яссауи кесенесі жатады. Қыпшақ, Қарлы Қоңырат және көне түркі тайпалары арасында ислам дінін уағыздаушы Ахмет Яссауиді рухани басшысы сынаған халық оны ежелден бастап әулие ата деп атап кеткен. Келесі 7 кереметтің бірі ол қазақтың киіз үйі. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай киіз үй. Киіз үй жалпы керегеден, уықтан және шаңырақтан тұрады. Уық кереге мен шаңырақты байланыстырып тұрады. Шаңырақ ол әрқашанда қазақ халқы биік ұстаған, жерге таптатпаған.
Ал мынау қызыл матадан жасалған бұл түндік деп аталады. Күндіз мұны ашып қойып, киіз үйдің ішіне жарық сәулелері шашылып, жарық болып тұрған. Ал түнде шамал жел болған кезде бұл түндікті жауып қояды. Киіз үй жалпы қазақ халқы көшпелі халық болып саналады. Және де қазақ халқына сол кезде тез жиналатын тұрмыс жағдайларына байланысты осындай киіз үйді ойлап табады. Киіз үйді тез жинап алып, тез жасап құруға болады. Ал келесі жеті кереметке біз Астана Бәйтерек монументін жатқызамыз. Бұл 1997 жылы салынған. Жалпы биіктігі 97 метр. Неліктен деп ойласаңыздар, 1997 жылы Алматы қаласынан Ақмола қаласына атауы өзгереді. Бұның Бәйтеректің ең басында аялы алақан деген композиция болған. Бұл аялы алақан тұңғыш Нұрсұлтан Назарбаев президентіміздің қолы бейнеленген. Бұл жерге әртүрлі туристер келіп, өздерінің қолын қойып, жылу сезінген болып саналады. Және де бұл өте танымал монумент. 2002 жылы Гран-при атағын алған болатын. Енді қорытындыға көшетін болсақ, біз өз еліміздің қасиетті, көне ерекше нысандарымыз бен ескерткіштерімізді кеңінен зерделеп, көпшіліктің назарына қызықты әрі танымдық мақсатты ұстана білуіміз қажет. Бұл ең алдымен отандарымыздың бойынша өз еліне деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезім оятары анық. Екіншіден, елдің экономикалық жағдай дамытуға айтарлықтай ойын алары сөзсіз.